Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен балық пісіретін боламыз. Алдымен клярымызды дайындаймыз. Суға бір жұмыртқа, тұзын молырақ қылып қосамыз. Приправа, томат және ұн қосып барлығын жақсылап блинчик тәрізді етіп араластырамыз. Дайын болған клярымызға балығымызды салып, қызып тұрған майымызға пісіреміз. Томат қосылғандықтан балығымыз қызарып әдемі болып піседі. Астыңғы бөлігі піскеннен кейін келесі бетіне аунатып пісіреміз. Дайын болған балығымызды салат жапырақтарымен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.